Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қозғалыстың орташа жылдамдығын қарастырамыз. Мен Қарағанды облысы Шет ауданы Абай атындағы жалпы білім беретін мектебінің математика пәнінің мұғалімі Дүйсенбекова Гаухар Кәршанова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға есептер шығару. Оқу мақсаты: қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға есептер шығару. Бағалау критерийлері: қозғалыстың орташа жылдамдығының формуласын біледі. Есептерді шығару барысында қозғалыстың орташа жылдамдығын табу формуласын қолданады. Қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға берілген формулалар: қозғалыстың орташа жылдамдығы барлық жүрілген жолдың ұзындығының осы жүрілген жолға кеткен уақытқа бөлінісінің мәні. Жылдамдықтың формуласы: бұл формуламен өздерің бастауыш сыныптан бері таныс болғансыңдар. В тең S бөлінген Т. Орташа жылдамдықты табу үшін алымында S1 қосамыз S2-ге, бөлімінде T1 қосамыз T2-ге. Мұндағы S1 жолдың бірінші бөлігінің ұзындығы, S2 жолдың екінші бөлігінің ұзындығы, T1 S1 жүріп өтуге кеткен уақыт, T2 S2-ні жүріп өтуге кеткен уақыты. Деңгейлік тапсырмаларға тоқталайық. А деңгейлік есеп. Бірінші мысал: азамат 120 км жолды көлікпен 2 сағатта және кері қарай 90 км жолды 1,5 сағатта жаяу жүрді. Ондағы азаматтың орташа жылдамдығын табыңдар. Шешуі: есептің шарты бойынша S1 тең 120 км, T1 2 сағат, S2 90 км, T2 1,5 сағат. Жылдамдықтың орташа жылдамдықты табу үшін S1 қосамыз S2 алымында, ал бөлімінде T1 қосамыз T2. Осы форманы қолдана отырып, азаматтың орташа жылдамдығын есептейік. S1 орнына 120 қосамыз 90, бөлеміз 2 қосамыз 1,5. Есептей келе жауабы 60 км сағат. Б деңгейлік тапсырмаға тоқталайық. Велосипедші 13,6 км сағат жылдамдықпен 1,5 сағат қаш жолмен жүріп, 0,2 сағат демалған. 9,8 км сағат жылдамдықпен 0,5 сағат қара жолмен жүрді. Велосипедшінің орташа қозғалыс жылдамдығын табыңдар. Бұл есепті шығару үшін S1 тең V1 көбейту T1 формуласына тоқталайық. V1-дің орнына 13,6-ны көбейтеміз 1,5 сағатқа. Жауабы 20,4 км. S2 тең 0. Демек, бұл аралықта демалған. S3-ті табу үшін 9,8-ге көбейтеміз 0,5. Тең болады 4,9 км. Енді велосипедшінің орташа жылдамдығын табайық. Алымында 20,4-ге көбейтеміз 0, көбейтеміз 4,9-ды, бөлімінде 1,5-ге қосамыз 0,2-ні, қосамыз 0,5-ге. Алымының қосындысында 25,3, ал бөлімінің қосындысында 2,2. Алымын бөліміне бөлгенде 11,5 км сағат. Демек, велосипедшінің орташа жылдамдығы 11,5 км сағат болады. Келесі С деңгейлік есепке тоқталсақ, есептер ағысқа қарсы жылдамдықтар және ағыспен жүретін жылдамдықтар кездеседі. Егерде қайықтың жылдамдығынан өзеннің жылдамдығын азайтатын болсақ, онда ағысқа қарсы жүреді. Тура солай, велосипедшінің жылдамдығынан желдің жылдамдығын азайтатын болсақ, бұл жерде ағысқа қарсы есептейміз. Егерде ағыспен жүретін болса, қайықтың жылдамдығына қосамыз өзеннің жылдамдығын. Тура солай, велосипедшінің жылдамдығына қосамыз желдің жылдамдығын. Демек, есеп қарастырайық. Қайық ағыспен 45 минут, ағысқа қарсы 30 минут жүзіп, барлығы 11,7 км қашықтыққа барды. Ағыс жылдамдығы 1,8 км сағат.
Қайықтың меншікті жылдамдығын табыңыз. Бет шығарайық. Қайықтың жылдамдығын x деп белгілейміз. Бізге жолды табу керек. S-тен S1-ге қосамыз S2-ні. Бұл есепті теңдеу құрастыруымыз қажет. Бірінші жақшада x қосамыз 1,8. Біз ағыспен жүрсе қосамыз деп айттық, сондықтан ағыстың жылдамдығына қосамыз 1,8-ді. Көбейтеміз 0,75. 0,75 сағат, ол 45 минут. Қосамыз екінші жақшада x-тен азайтылып тұр 1,8. Демек, біз ағысқа қарсы жүрсе азайтамыз дейді. Көбейтеміз 0,5-ге. 0,5 сағат, ол 30 минут. 30 минутты сағатқа айналдырдық. Демек, тең 11,7. Енді жақшаларды ашып есептейік. X бар сандарды бір жаққа, X жоқ санды өрнектерді бір жаққа жиыстырып, бөлуді орындаймыз. X-тен 9 км сағат. Қайықтың меншікті жылдамдығы 9 км сағат болды. Алдарыңызға кесте ұсынып отырмын. Осы кестені толтырып көріңіздер. 4000 жыл бұрын қазіргі солтүстік Қазақстан жерінде ерекше халық өмір сүрді. Олар алғаш рет жылқыны қолға үйреткен ботайлықтар еді. Даланың тынысы мен адамның өмірі осылай тоғысты. Ботайлықтар алғаш болып атқа мінді. Еркіндік пен желдің иісін алғаш сезген осы ұлы дала балалары. Сол сәттен бастап адамзат тарихында жаңа дәуір басталды. Жылқы мен адам арасындағы сенім мен достық сол заманда туған. Олар бірге өмір сүріп, бірге тыныстады. Жылқы қазақ рухының мәңгі серігіне айналды. Бүгінгі қазақ даласында жылқының дүбірі естіледі. Бұл біздің тамырымыздан тараған үн. Алғашқы шабандоз осы жердің ұлы. Бұл біздің тарих. Өздеріңіз жаңа тарихи бейне жазбамен таныстыңыздар. Тақырыпқа сай есеп қарастырайық. Шабандоз Айбектің аты бірінші айналымды 40 км жылдамдықпен 0,24 сағатта, екінші айналымда 45 км сағат жылдамдықпен 0,4 сағатта өтті. Егер Айбектің басты қарсыласының сәйгүлігінің орташа жылдамдығы кем дегенде 39 км сағат болса, Айбек орын ала алды ма? Есепті шығарып көрейік. S1-тен V1 көбейтеміз T1-ге, S2-тен V2 көбейтеміз T2. Демек, бірінші айналымда табу үшін 40-ты көбейтеміз 0,24 сағатқа, тең болады 14 км. Екінші айналым есептесек, 45-ке көбейтеміз 0,4-ті, болады 18 км. Айбектің орташа жылдамдығын табу үшін 14 км-ге қосамыз 18 км, болады 32 км. Бөлімінде 0,24 сағатқа қосамыз 0,4 сағатты, болады 0,64 сағат. Жауабы 50 км сағат. Айбектің орташа жылдамдығы 50 км сағат. Сұраққа жауап берейік. Айбек орын ала алды ма? Айбек орын ала алады, демек, оның жылдамдығы, орташа жылдамдығы 50 км сағат. Ал қарсыласының жылдамдығы 39 км сағат. Демек, Айбек орын алды. Пойыз 20 ғасырда автомобиль ойлап табылғанға дейінгі әлемдегі жалғыз қозғалыс құралы еді. Ең алғаш пойызға ұқсас машинаны 1804 жылы Ричард Трейтвик ойлап тапқан. Оған паровоз атауы беріледі. Ізінше 1807 жылы темір жол салынған. Бірақ ол жолмен паровоз өздігінен қозғала алмай, жылқы арқылы вагондарды тарту басталады. Сосын пойыз жүк тасу үшін қолданылады. Ал 1825 жылы Джордж Стефансон өзі басқарған пойызды іске қосты. Ал 20 ғасырда электр энергиясы дамып, пойыздардың жылдамдығы қолға алынады. Осылайша бүгінгі жүрдек пойыздар пайда болған.
Елімізде жолаушылар вагонын өндіретін зауыт елордамызда орналасқан. Мұндай кәсіпорын ТМД елдері бойынша жалғыз бізде екен. Зауыт арнайы экономикалық аймақта 2011 жылы ашылған. Жылына 150 жолаушылар вагонын өндіріп келеді. Кәсіпорын аумағы 22 гектар жерді құрайды. Бүгінде барлығы 174 қызметкер Майдан КЗ-тің бала вагондар өндіруде еңбек етуде. Ұсынылған бейнежазба бойынша келесі есепке көшейік. Шығармашылық есеп. Пойыз 3 сағатта 180 км жол жүрді. Бірінші сағатта 50 км, екінші сағатта 70 км жол жүрді. Үшінші сағаттағы жылдамдықты және барлық жолдың орташа жылдамдығын табыңдар. Шешуі. S дегеніміз барлық жол 180 км. 3 сағат. Сол жолға кеткен уақыт. S1 бірінші сағаттағы 50 км. S2 екінші сағаттағы жол 70 км. Бұл жерде сағаттарымыз 3 бөлікке бөлінгендіктен тең болып тұр. Алдарыңызда формуланы қолданамыз. T1-ді табу үшін S1-ді T1-ге бөлеміз. 50 километрді бөлеміз 1 сағатқа болады 50 км сағат. Екінші жылдамдықты табу үшін S2-ні T2-ге бөлеміз. 70 ол екінші сағаттағы жолды бөлеміз 1 сағатқа болады 70 км сағат. Енді бізге үшінші жолдың ұзындығын табу керек. Ол үшін барлық жолдан S азайтамыз. Бірінші жол мен екінші жолдың қосындысын. Ендігі 180-нен азайтамыз 50 мен 70-дің қосындысын. Болады 60 км. Сонда бізде үшінші жолдың ара қашықтығы 60 км екен. Енді сол үшінші сағаттағы жолдың жылдамдығын табайық. Ол үшін S3-ті бөлеміз T3-ге, 60-ты бөлеміз 1-ге, тең 60 км сағат. Енді бізге барлық жолдың орташа жылдамдығын табу керек. Ол үшін алдарыңызда формулаға қойып есептейік. 50 қосамыз, 70 қосамыз 60, бөлеміз 3-ге. Неге 3-ге? Өйткені пойыз 180 км-ге 3 сағат жұмсады. Демек жауабы 60 км сағат. Жауабы бізден сұрағаны бойынша 3-ші сағаттағы жылдамдығы 60 км сағат, ал барлық жол орташа жылдамдығы ол да 60 км сағат. Енді осы есепке сіздерге тапсырма ұсынып отырмын. Осы шығармашылық есепке кері есеп құрастырып көріңіздер. Осы бейне жазбаны тоқтата тұрып, кері есеп құрастырып көрейік. Егер де өздеріңіз құрастырып болсаңыздар, мен өзімнің кері есебімді ұсынайын. Пойыз 3 сағатта 180 км жол жүрді. Барлық жолдағы орташа жылдамдық 60 км сағат. Бірінші сағатта пойыздың жылдамдығы екінші сағаттағы жылдамдықтан 20 км сағат кем. Ал үшінші сағаттағы жылдамдығы бірінші сағаттағы жылдамдықтан 10 км сағат артық. Әр сағаттағы пойыздың жылдамдықтарын тап. Бұл жерде кері есеп құрастыру үшін біз берілгенін пайдалана отырып, жауапты кері сұрақпен жалғастырамыз. Немесе жауабынан сұрақ құрастыруға болады. Енді үй тапсырмасына тоқталайық. Үйге мына есепті алыңыздар. Шаруашылық бірлестігі 3 жерге бидай егіп, 16 гектар жерден 280 центнер, 12,5 гектар жерден 225 центнер, 11,5 гектар жерден 197,8 центнер өнім алды. Шаруашылық бірлестігі орта есеппен 1 гектар жерден қанша бидай өнімін алды? Сіздерге мына формула ұсынылып отыр. Егін өнімін алу үшін алымында барлық өнім массасын қосу керек. Барлық деген жерде қосамыз, егін егілген жер ауданында қосасыздар. Алымын бөліміне бөлесіздер. Сол кезде мына тест бойынша берілген жауаптардың біреуіне сәйкес келу керек.
Жауабы 17,57 центнер шығуы керек. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе Wordwall викторинасын ұсынамын. Назарларыңызға рахмет.